Бүгін біз алғаш рет Жусан Инвесттің корпоративті подкастын бастап жатырмыз. Өте жақсы идея, подкаст шығару тіпті қазақ тілінде. Өте қызық, өте маңызды жұмыспен айналысып жатырмын деп ойлаймын өзім. Жалпы айтқанда, осы Қазақстан территориясындағы барлық брокерлермен салыстырсақ, ең тиімді комиссия бізде. Ол кезде маған бірден осы үйлену тойыма ақшаны бермеуі мүмкін, бірақ 2 жылдан кейін инвестициямен көтерілген ақшадан ол маған үй сыйлауы мүмкін немесе білмеймін. Сәлем достар, менің есімім Мирхан, мен Жусан Инвест маркетинг бөлімінің қызметкерімін. Бүгін біз алғаш рет Жусан Инвесттің корпоративті подкастын бастап жатырмыз. Яғни бүгінгі подкасттың алғашқы қонағы біздің колл орталықтың жетекшісі Нартай Дүйсен мырза. Әрбір театрдың басталатын жері ол киім ілгіш болса, біздің компания негізі басталатын жері колл орталық, яғни біздің клиенттердің ең алдымен хабарласатын жері осы Нартай басқаратын бөлімнің қызметкерлерімен сөйлеседі. Сол үшін бүгінгі бізде подкаст осыған сәйкестендіру үшін бүгінгі подкастымыздың алғашқы бөлімін осы Нартаймен, яғни колл орталықтың адамдарымен бірге бастайын деп шештік. Нартай, алдымен өзіңізді таныстырсаңыз, жасыңыз қаншады, компания қалай келдіңіз, және әрі қарай содан кейін жалғастыра береміз. Қайырлы кеш достар, барлықтарыңызға өте жақсы идея, подкаст шығару тіпті қазақ тілінде. Жусан Инвест компаниясына мен жұмыс жасап жатқандығыма осымен 1,5 жылдай болып қалды, жасым 22-де. Мен Жусан Инвестке ең алғаш осы жаққа жұмысқа кірген менің әріптестерімнің, мен Жусан банктен келген. Сондықтан бір компания, бір экосистеманы жүрміз. Сондықтан да әріптестердің осындай ұсыныс жасауымен Жусан Инвестте өзім өте қатты қызығатым, ең басын ашылғаннан бастап. Сонымен қызығушылығым осы жаққа алып келді деп айтсақ болады. Сондықтан да тіпті колл орталықта жұмыс істеп бастағандығым бұл меніңше басқа отделдарда жұмыс істегеніне қарағанда тиімдірек болды, себебі мен бәрін бірден ең бірінші біліп отырамын. И клиенттермен біздің ең бірінші болып контакт жасайтын болғаннан кейін өте қызық, өте маңызды жұмыспен айналысып жатырмын деп ойлаймын өзім. Супер, біз Нартаймен жақынырақ таныса алдық деп ойлаймын. Енді ақырындап, яғни сіздерде басқа да осы компаниямен қызығатын адамдарды қызықтыратын, тавтология үшін кешірім сұраймын, енді қызықтыратын бас сұрақтарға көшсем, яғни біздің компания арқылы шот ашу, тарифтер қандай, комиссиялар туралы айтсаңыз, яғни күнделікті сізге қойылатын сұрақтардың басынан бастайын менде. Әрине, бізде тарифтер және шот ашу деген ең алғашқы бастама, ең алғашқы сатысы болып келеді. Сондықтан да жалпы Жусан Инвест компаниясы өзін онлайн брокер ретінде таныстыратын болғандықтан бізде шот ашу өте оңай, ол онлайн Жусан мобильді қосымшасы арқылы жүзеге асырылады. Ол үшін не бар болған өзіңіздің смартфоныңызға Жусан мобильді қосымшасын жазып алып, сол жерде инвестициялар бөлімінде шот ашуға жай ғана анкета толтырып заявка берсеңіз бар болғаны, біз бір күннің ішінде ашып бере аламыз, бір жұмыс күнінің ішінде. Әрине, максимальный срок ол 3 жұмыс күні, бірақ біз бір жұмыс күнінде тіпті 1-2 сағаттың ішінде ашуға үнемі өзіміздің күшімізді саламыз. Ал шот ашқаннан кейін кез келген клиентте әрине міндетті түрде тариф, комиссия деген сұрақтар туылады, өйткені бұл құнды қағаздар нарығы болғандықтан өте маңызды. Бұл тарапта әрине Жусан Инвест компаниясы өзін тағы да өте тиімді жағынан, өте ұтымды жағынан таныстырады, себебі біздің комиссияларымыз, например, біздің локалды биржа Кассе болатын болса, Касседе біз бар болғаны әр сделканың, әр орнатылып жатқан сделкадан бар болғаны 0,3% ғана біздің комиссиямыз. Ол өте арзан. Жалпы айтқанда осы Қазақстан территориясындағы барлық брокерлермен салыстырсақ, ең тиімді комиссия бізде. Кассе биржасында. Тура солай біз міндетті түрде клиенттерімізге халықаралық биржаларға да доступ ашып береміз. Ол мынандай топовый биржалар деп айтайық, орысша айтқанда бұл NASDAQ, американдық NYSE, Нью-Йоркская биржа, өзіміздің Кассе, өзіміздің AX және де лондондық LSE биржаларының доступымыз бар. Сондықтан да ал осы жаңа айтып өткен 3 халықаралық биржада сауда жасау үшін біздің компания бар болғаны 0,1% комиссия алады. Өте тиімді деп мен есептеймін, өйткені мен бұл компанияның клиенті болып та есептелінем жұмысшысынан бөлек. Сондықтан да шот ашу мобильді қосымшадан, ал тарифтер өте тиімді. 0,3 және де 0,1. Онда ақпан айында шыққан яғни жаңалық шықты ғой, Жусан Инвест Қазақстандағы ең клиенттері көптігі жағынан бірінші орында, яғни көшбасшы, яғни 100,000 клиент жинаған алғашқы компания деген атқа ие болды. И оған не үшін олай болғанын таңғалып тұрған жоқпын, өйткені комиссиялар өте аз, тарифтер өте төмен. Яғни клиенттерге бұдан артық не керек деп ойлаймын да. Және де 2019 жылдан бастасақ, бар болғаны 2,5-3 жылдың ішінде 120,000 клиентпен жұмыс жасау менің ойымша өте үлкен жұмыс. Өйткені біздің ұсынатын
талпыныстарымыз, ұсынатын біздің қызметтеріміз өте ыңғайлы, өте тиімді. Күшті. Бізде осы маркетинг бөлімінде, яғни біз SMM-мен алсамыз ғой негізінен. Иә. SMM жағында біз клиенттерге әртараптандыру туралы көбірек кеңестер береміз да, әртараптандырудың ішінде ИПК-лар туралы, яғни орысша айтқанда пифтер туралы көп мәліметтер жариялаймыз. И біздің екінші сұрағымыз сол пифтер қалай, яғни ИПК-лар қалай жұмыс істейді, олар не, яғни осы мүлдем инвестицияның хабары жоқ, осы көретін көрермендерге осы ИПК-лар туралы осы үлкен әріппен жазылған осы ИПК деген сөздерді қалай түсіндіресіз? Түсіндіруге тырысып көрейін. ИПК дегеніміз ол инвестициялық пай қорлары, орысша айтқанда паевой инвестиционный фонд деп аталады. Ол дегеніміз ИПК деген ол былай жұмыс істейді. Мысалға, бір дайын портфель бар деп есептейік. Ол портфельдің ішінде бірнеше әртүрлі өзінің стратегиясына байланысты, өзінің бағытына байланысты біздің аналитиктер, біздің мамандар жинаған әртүрлі құнды қағаздар бар. Мысалға айта кететін болсақ, біздің ең топ ИПК-лардың бірі Harmony немесе гармония деп аталатын ИПК-мыз бар. Оның ішінде осы қазақстандық мықты компаниялардың облигациясы, ол госкомпаниялардың облигациясы, және де қазақстан емес, кешірім өтінемін, голубые фишки деп аталады ғой. Әлемдік үлкен мировой компаниялардың акциялары кіреді ол біздің ИПК-ның ішіне. Енді қараңыз, бір ИПК-ның ішіне облигация да кіріп тұр, акция да кіріп тұр. Және де олардың саны көп, 30-ға жуық. Мысалы, сол 30-ға жуық құнды қағазды, егер бөліп алатын болсаңыз, сіз оның әр қайсысы үшін 0,03, 0,1% комиссия төлеп отыруыңыз керек болады. Ал ИПК-ның ең жақсы жері, бұл жерде сіз комиссия төлемейсіз, өйткені ИПК сізге Жусан Инвест ұсынып тұр. Өйткені бұл жерде комиссия жоқ. Тағы да анықтап алайық, ИПК алатын клиенттер мүлдем комиссия төлемейді. Мүлдем төлемейді. Все, жазып және де мүлдем төлемейді комиссияны. Ал екіншіден олар ойланбайды, ойланудың қажеті жоқ. Сізге бар болғаны, бізде 5 ИПК бар болса, сізге ең ұнайтын таңдайсыз. Мысалы, менде ақшам бар, келдім, компанияға берем, компания әрі қарай алып өзі. Клиент бұл жерде тек қана ақшасын салады, әрі қарай бақылап отырады, компания қалай жұмыс істеп жатыр, оның алған бөлігі өсіп жатыр ма, өспей жатыр ма? Міндетті түрде өсіп жатады, себебі ИПК-лар ол үлкен мерзімге жасақталған продукт болып есептелінеді, сондықтан да сатып алып, ұмытып кетсеңіз де болады. Ал біздің мамандар сіз үшін жұмыс істейді. Күшті. Бұл деген, мысалға айтқанда, ИПК-лардың бізде айттым, 5 түрі бар деп, оның екеуі доллармен, үшеуі теңгемен жасақталған. Енді қараңыз, егер де Қазақстан нарығындағы банктердің өзіне қарайтын болсақ, ешқандай банк сізге 10%-дық немесе 1,5-3%-дық доллармен ешқандай да депозит ұсына алмайды. Бар максимум 1% береді. Ал біздің ИПК-лар, долларлы ИПК-лар 13 және де 1,5%-дық болып есептелінеді, ал теңгелі ИПК-лар 14-15%-бен береді. Демек, депозит деген продуктқа нағыз тиімді альтернатива болып есептелінеді осы біздің ИПК-ларымыз. Соңғы өзің естіген шығарсыз, яғни адамдардың көпшілігі қазір үй алып, тіснемдеп болғаннан кейін қалған ақшалардың барлығын әрі қарай көбейту үшін осындай инвестфондтарға аударып жатыр да. Ал Жусан Инвест компаниясына да зейнетақы қорына ақшасын аударуға болады деген ақпарат бар. Бізге YouTube-тағы видеолардың астында осы туралы өте көп сұрақ келеді. Соған өзіңіз колл орталықтың қызметкері ретінде бір ауыз жауап беріп өтсеңіз. Әрине, ең көп кездесетін сұрақтардың бірі бұл 2021 жылдың наурыз айынан бастадық. Сол кезден бастап, бір жыл болды, Сол кезден бастап қоя алатын да, қызығатын да клиенттер үшін ең үлкен, ең маңызды сұрақтардың бірі. Біз қазір зейнетақы қорымен, ЕНПФ-пен тікелей қарым-қатынаста, тікелей договор ретінде келісімшартқа отырып, инвестиция жасауды мойнымызға алып отырмыз. Мысалы, клиенттер, кез келген клиент өзінің егер де зейнет қорында жеткілікті нормадан жоғары сума болатын болса, орысша айтқанда излишки деп айтады ғой, сол сумманы бізге инвестицияға аударып алады. Кез келген сумманы біз шек қоймаймыз. 1000 теңгеден бастап, мысалы. 1000 теңгеден бастаса да болады. Кете береді ары қарай қаншасы бар, соған дейін. Кез келген сумманы аударады, ол үшін оған бар болғаны ЕНПФ-тағы жеке өзінің кабинетіне кіріп, Жусан Инвест компаниясын таңдап, бізге определенный сумманы жіберу керек. Ары қарай ЕНПФ 30 күннің ішінде бізге ол сумманы салып береді. Ал біздің мойнымызда жұмыс күн ішінде бар. Жоқ, 30 жұмыс күнінде емес, 30 календарный день ішінде бізге келеді ол сумма. Біздің мамандар сол кезден бастап өздерінің стратегиясымен арнайы жасақталған портфельге толықтай инвестиция жасайтын болады. Енді бұл жерде клиенттер тура жаңағы ИПК сияқты жұмыс істейтін нәрсе, клиенттерге еш нәрсе жасаудың қажеті жоқ. Олар жай ғана бізге ақшасын аударады,
ал біз ары қарай оны инвестиция жасаймыз. комиссия төлемейді ешқандай. Комиссия жоқ. Сосын жаңа сіз кабинетке кіреді десе, яғни барлығы онлайн болып тұр ғой ол жерде қызмет. Бәрі онлайн. Яғни ол ешқандай BŽZK-ның офисына бармайды. жоқ, керек емес. BŽZK-ның офисына баруға немесе Жусан Инвесттің офисына келудің қажеті жоқ. Бір компьютеріңіз болса, тіпті смартфоныңыз болса да интернетке кіру арқылы аудара аласыз. Яғни 30 күннің ішінде ақшасын аударып, уже сол 30 күннің ішінде аударылғаннан кейін 30 күннің ішінде оған арнайы стратегия құрыла ма, немесе 30 күннің ішіне келіп түскеннен кейін барып жоқ, стратегия негізінде сол 2021 жылдың наурыз айында құрылған. Содан бері жаңа сіз айтып отырсыз, әртараптандырылған деп. Әртараптандырылған немесе орысша айтқанда диверсифицированный портфель, ішіне жаңағы облигациялар да кіретін, голубые фишки да кіретін, неше түрлі әлемдік компаниялардың акциялары кіреді. Оны біздің аналитиктер, біздің мамандар үнемі бақылап отырады. Егер де қандай да бір компанияда дефолт болып жататын болса, оны міндетті түрде сразу уақыты келе салысымен ауыстырып жібереді басқа тура сондай деңгейлі бір құнды қағазға. Сондықтан да клиенттер бар болғаны 30 күннің ішінде аударады, ары қарай жай ғана бақылап отырады. Мысалы жаңа зейнетақы қорында ақшаңыз зейнетке шыққаннан кейін, яғни 63 жастан кейін аласыз, ал бізде Жусан Инвестке аударған ақшасын қай уақытта олар алғысы, мысалға баласы срочно үйленгісі келіп қалды, әке келін әкеліп ақшаңды дайында деуі мүмкін, сол кезде ала ала ма ақшасын? Әрине, бұл жерде тек қана алдын ала құрылған келісімшарт бойынша штрафтар салына ма? Жоқ, штраф жоқ, бірақ келісімшарт бойынша бізде мынандай сроктар бар. Клиент бізге ақшасын аударғаннан кейін міндетті түрде ол ақша Жусан Инвесттің управлениесінде басқаруында 2 жыл болу керек. Кемінде 2 жыл болу керек. Ал 2 жыл өткеннен кейін кез келген уақытта өзі тура солай онлайн қайтадан ары қарай зейнет қорына аударуға болады. Онда мысалы жаңа сіз үйленбегенсіз, мысалға. Сіз әкеңіз ақшаңызды Жусан Инвестке аударды бүгін, бірақ сіз уже ертең жағдай болып қалды, үйленгіңіз келіп қалды. Сіз әкеңізге хабарлассаңыз, әкеңіз сізге нартай күтіп тұр 2 жыл деп айта ма? Ол кезде маған бірден осы үйлену тойыма ақшаны бермеуі мүмкін, бірақ 2 жылдан кейін инвестициямен көтерілген ақшадан ол маған бірден 2 айлық береді. Үй алуы мүмкін, немесе білмеймін. Жағдайым одан да жақсаруы мүмкін оған болған. Сондықтан да клиенттер зейнет жасына дейін бізбен келісімшартта отыра бере алады, инвестицияны бізбен ғана жасап. Немесе 2 жыл өткеннен кейін ары қарай өздеріне қайтарып алады. Ал сол қайтарып алған ақшаны одан кейін осы зейнетақы не бойынша аудара алмайды, тек ол кезде басқа жоқ, ешқандай да ондай шектеулер жоқ. Менің білуімше ЕНПФ-тің тарапынан ол қайтадан бері қарай аударғаннан кейін өзінің зейнет қорына аудар деп есептейік. Сосын бір ай өткеннен кейін қайтадан ойлана бастайды. Негізінде Жусан Инвесттің инвестиция жасау, Жусан Инвесттің стратегиясы дұрыс еді. Мен қайтадан аударым келеді дейтін болса, ешқандай мәселе жоқ, бізге қайтадан аударса болады. Күшті. Онда зейнетақысынан артылып жатқан кісілер үшін біздің осы подкасттың осы бөлімін арнайы тайм-кодпен жазып белгілеп оларға көрсетпесек, әйтпесе көп кісілер зейнетақыда ақшасын алады, тісін емдеуге, енді тісін емдеген дұрыс шығар, бірақ тағы 2-3 жылдан кейін жағдайын 2 есе көтеріп алды, негізі жаман емес деп ойлаймын. Бұл тек қана үлкен кісілер үшін емес, тіпті жастар үшін де, болса өскелең ұрпақтың өзіне де, егер зейнет қорында кішкене сума артық қалатын болса, оны инвестиция құйған дұрыс. Барлық осы батыстық мемлекеттердің барлығында қазір барлығы солай жұмыс істейді, инвестицияға өте қатты дем бөледі. Күшті. Біздің келесі сұрағымыз, қай жастан бастап Жусан Инвест клиенті болуға болады деген. Бізде Инстаграмда негізі көбінесе жастар отырады ғой, осындай 14-15 жастағы, кейде мектептен енді бітірген жас балалар, қыздар жазады. Мен осындай ақшам бар еді кішкене жинаған, немесе әкем мектеп бітірген кезде маған қолыма осындай 200 мың теңге ұстатты, осыны инвестиция салғым келеді дейді. Яғни бізге сұрақ қояды, неше жасынан бастап мен шот аша аламын ба, осы жасым 16-да, немесе 17-де, немесе 18-де деп сұрақ қояды. И біз сондай көп сұрақтар көптігіне байланысты арнайы бір бөлім ретінде сол сұрақты сізге ұсынып отырмыз. Неше жастан бастап Жусан Инвесттің клиенті болуға мүмкіндік бар? Дәл қазіргі уақыт үшін жауап берейін. Мен дәл қазіргі уақытта Жусан Инвестте 2022 жылдың 16 мамыры. 16 мамыр күні, мысалы осы қазіргі уақытта Жусан Инвестте брокерлік шот ашу үшін баланың жасы 16-та болу керек, демек өзінің жеке куәлігі болса, онда ары қарай ата-ананың келісімімен бізде брокерлік шот ашуға мүмкіндігі бар. Но ол бірақ дәл бүгінгі күннің ситуациясы. Жақын арада бізде Жусан Инвестте өте жақсы жаңалық болады. Дәл осы біздің жас клиенттеріміз үшін потенциальный. Сондықтан да біздің Инстаграмнан, Ютубтан барлық жерде біз Жусан Инвесттің жаңалықтарын қарап отырыңыздар, сіздерді қуантады міндетті түрде. Біздің жас көрермендерге айтар, яғни ұсынысымыз, жаңалығымыз ретінде айтайық, жақында осы мамыр айының соңына қарай бізде үлкен бір жоба дайындалып жатыр. Арнайы
жас балаларға, жас жеткіншектерге арналған. дәл солай. Сол үшін біздің YouTube арнамызға, Telegram арнамызға және Instagramымызда барлық қай жерде біздің парақшамыз бар, сол жерге қарап отырсаңыздар, тіпті TikTokта да біз бармыз негізі. TikTokқа да қарап отырсаңыз, сол жаңалықтан кішкене хабардар бола бересіздер. Келесі сұрағымыз енді шетелдік азаматтар Жусан Инвест клиенті болуға мүмкіндік бар ма? Яғни қазір Қазақстанға соңғы уақытта өте көп шетел азаматтары келіп жатыр деген жаңалық шығып жатыр. Тіпті бір айдың ішінде 200 мың шетел азаматы Қазақстанға көшіп келді деген кеше жаңалық оқып қалдым. Мен білмеймін қаншалықты рас өтірік екенін, бірақ көшеге қарап та басқа елдің адамдары көбірек келіп жатқанын байқауға болады. Енді сұрақ, шетелдік азаматтар біздің компанияның клиенті болуға мүмкіндік бар ма? Мүмкіндігі болса, қандай құжаттар керек, немесе не істеу керек олар? Жалпы 100 мыңнан астам клиент бар Жусан Инвестте, ешқандай шетелдің азаматы жоқ деген, ол менің ойымша дұрыс емес болады. Сондықтан да бізде шетелдік азаматтар көп қызмет алады, олардың саны баршылық. Ал счет ашу үшін оларға бар болғаны, мен қазір орысша айтайын, вид на жительство дейтін құжат керек. Қазақстанда тұруға төлқұжат болу керек, иіні бар. Әрі қарай біздің Жусан мобильдік қосымшасынан кәдімгі біздің біз секілді, Қазақстан тұрғындары секілді ешқандай проблемасы өздеріне брокерлік счет ашуға құқылары бар. Ешқандай шектеулер жоқ. Олар да онлайн ашылады ғой. Олар да онлайн ашылады. Офисқа келудің ешқандай қажеті жоқ. Ол үшін тағы да жарнама деп ойлап қалмаңыздар енді. Біз түсіндіріп жатқаннан кейін Жусан Инвест счет ашу үшін Жусан қосымшасын жүктеп алады. Иә. Мен сөзімді нартай растап отыр. И сол жерден әрі қарай инвестициялар бөліміне кіріп өзінің анкетасын толтырады. И ол анкета келеді, Нартайға келіп түседі. Нартай бір жұмыс күнінің ішінде барлық басқа жұмысын бәрін жинастырып тастап, сіздің шотыңызды ашып беруге көмектеседі. Келесі сұрағымыз, Жусан Инвесттегі ақшаны шешу жолдары дейді. Яғни өткенде осы бірнеше күн ішінде көп сұрақтар келді. Жусан Инвесттегі ақшамды мен доллармен шеше аламын ба? Шеше алсам басқа банкке аудара аламын ба? Шешу жолдары туралы кішкене айтсаңыз, ақшаны қалай шешеді? Басқа банкке ауыстыра ала ма мысалы, немесе? Иә, инвестиция жасағаннан кейін бір күн болмаса бір күн сіз міндетті түрде өзіңіздің пайдаңызды табасыз. Міндетті түрде салған $1000 $2000 болып өседі күндердің күнінде. Инвесторлар сізді аумин деп жатқан шығар. Иә, сол кезде ол ақшаны шешу керек. Әрине өте маңызды сұрақ. Бұл жерде иә, Жусан Инвесттен ақшаны сіз қалай? Ақшаны Жусан Инвестті теңгемен де толтыруға болады, доллармен де толтыруға болады. Тіпті қаласаңыз евромен немесе керек болса рубльмен толтырсаңыз болады. Ешқандай шек жоқ. Тура солай, қандай валютамен толтырасыз, сондай валютамен шешуге мүмкіндігіңіз бар. Біз шек қоймаймыз, біз тек қана көмектесеміз. Сондықтан да Жусан Инвесттен ақшаңыз шығару үшін бар болғаны Жусан мобильдік қосымшасында портфеліңізге кіресіз. Сол жерде арнайы бөлім болады, вывод деп жазылып тұрады. Сол жерге басып, бар болған шығарғыңыз келген картаның немесе ағымдағы счеттың реквизитін енгізуіңіз керек. Әрі қарай сумманы көрсетесіз. Сондықтан әрі қарай басып, ақшаңыз 3 жұмыс күнінің ішінде банктың регламенті бойынша көрсеткен картаңызға немесе ағымдағы счетыңызға міндетті түрде түседі. Күшті. 3 жұмыс күн ондай көп емес, негізі былай есептеген кезде. Бұл 3 жұмыс күн ішінде бұл максимальный срок, ал біз тырысамыз тезірек шығаруға. Келесі сұрағымыз, инвестициядан ешқандай хабар жоқ, яғни бізде көп клиенттеріміздің негізі клиенттеріміз деген біздің әлеуметтік желідегі жазылушыларымыздың көпшілігі инвестициядан хабарымыз жоқ. Осы туралы қайдан білім алсақ болады? Сізде үйретесіздер ме деген бізге сұрақтар келіп жатады да. Сол туралы да өзіңіз бір жауап берсеңіз, толық, максимально толық ретінде, яғни келесіде осыны көріп алған, видеоны көріп алған адам WhatsApp-пен тарататындай, міне сұрақ қойған адамға міне мынаны қарап алды, одан кейін мазалама деген сияқты. Яғни анық толық түрде жауап беріп өтсеңіз. Иә, қуана. Біздің төрағамыз айтып өткендей, Жусан Инвесттің негізінде брокерлік компания ашылған баста негізгі целі, негізгі аудиториясы осы Қазақстанның барлық аймақтарындағы өзінің опыты бар, опыты жоқ, инвестиция не екенін білетін, не екенін білмейтін, ешкімді бөліп жармай кез келген клиент үшін ең ыңғайлы, ең дұрыс и тиімді брокер болып есептелінеді біздің негізгі аудиториямыз. Енді соған байланысты әрине біз дайынбыз. Бізде арнайы оқу курстары бар, Жусан Академия деп аталады. Ол жерде қазақша да, орысша да қалағаныңызша сіз білім аласыз. Біз міндетті түрде жаңағы айтып отқан біздің инвестициялық пай қорлар ИБК-ның өзі сол инвестициядан хабары жоқ немесе инвестицияда кішкене өзінің опыты жетпейтін адамдар үшін өте жақсы продукт. Тура сол сияқты Жусан Академия. Жусан Академияда барлығы біз үш тарапқа бөлеміз, 3 этапқа бөлеміз. Біріншіден стартовый пакет деп айтайық. Сол жерде біздің әзірге опыты болмаған, әзірге түсіне бермейтін клиенттер үшін ешқандай хабар жоқ клиенттер үшін өте жақсы этап. Сол жерде толықтай инвестиция деген не, брокер деген кім,
кез келген осы маңызды бірақ кішкентай болса терминдардың барлығын түсіндіріп өтеміз. Не қалай жұмыс істейтіндігі, біздің мобильдік қосымшаның ішінде не бар екендігін көрсетіп өтеміз. Одан кейін енді осы қаржылық финансовый грамотность көтеру үшін екінші этапқа өтсе болады. Ол жерде ақпарат одан да көп, ал пайдасы тура солай өте көбірек. Одан кейін уже сіз алғашқы стартовый этапты өтесіз. Одан кейін финансовый грамотность өтесіз. Сізде уже біріншіден түсінік бар, қалай жұмыс істейтіндігі. Сізде көзқарас бар. Және үшінші, енді сіз кішкене чуть-чуть профессионалдың уровеніне жетпей тұрсыз, оның шегіне жетпей тұрсыз. Сондықтан да үшінші этап бізде осы профессионалдардың деңгейінде болу үшін жасақталған. Сондықтан кез келген клиент бірден 3 этапты өтсе болады. Демек, стартовый пакет, артынан сразу финансовая грамотность, кейіннен уже про. Ол жерден өткеннен кейін, оны барлығы Жусан мобильдік қосымшасының арқылы өтуіне болады. Сол жерде заявка бересіздер, біз бір күннің ішінде ашып береміз. Ары қарай өзіңізге ыңғайлы уақытта видео презентацияларды көрсеңіз болады. Тура солай біздің, мысалға мен қазір біздің колл орталықта таныстырып отырмын осы жерде. Колл орталыққа кез келген уақытта хабарласыңыздар, біз демалыссыз жұмыс жасаймыз. Аптаның 7 күннің 7-інде де кез келген уақытта хабарласыңыздар, WhatsApp-қа жазыңыздар. Кез келген сұрақтарыңызға жауап беруге дайынбыз. Немесе мысалға ешкімде жоқ, осы біздің Қазақстан территориясында ешқандай брокерде жоқ, бізде Радар атты әлеуметтік желіміз бар, Жусан мобильдік қосымшасының ішінде. Демек, сол әлеуметтік желінің ішінде кез келген клиент, жаңағы хабар жоқ клиентте, хабар бар клиентте, профессионал клиентте, және де біздің аналитиктеріміз де отырады ол әлеуметтік желінің ішінде. Кез келген сұрағыңызға бір нәрсе қызықтыра ма, сұрақ қойыңыз, біз жауап береміз. Немесе басқа да көмектескісі келетін басқа бір клиент жауап беруі мүмкін. Сонымен былайынан қарайтын болсақ, Жусан Инвест барынша дайын, Жусан Инвест барынша қолдауға дайын клиенттерді. Сондықтан да 120 мың клиент, 100 мыңнан астам клиент бізде бірден жиналған жоқ, бірақ тез жиналды. Ал тез жиналғанның себебі осы Жусан Инвесттің достасуға, Жусан Инвесттің көмектесуге деген құлшынысының арттығынан деп ойлаймын. Сондықтан да Жусан Академия, инвестициялық пай қорлары, біздің колл орталық, Радар әлеуметтік желісі, біздің Инстаграм, мысалға сіз айтып жатырсыз, Инстаграмда сұрақтар көп, біз жауап береміз деп. Сонда қарап тұрсаңыз, Жусан Инвест әр тарапта дайын екен. Біздің өзіміз әр тараптандырылған компаниямыз. Күшті. Енді тағы қоятын осы соңғы сұрақтардың бірі, яғни бізде өзіңізге күнделікті жұмыста ең көп жиі, яғни қазақстандықтарды өте көп қызықтыратын осы инвестицияға қатысты бір 2-3 сұрақты атасаңыз, сізге қандай сұрақтар көп қойылады колл орталыққа, қандай сұрақтармен көп мазалайды сіздерді, осылар туралы. Негізінде ең маңызды, ең көп қойылатын сұрақтар жаңа айтылып өтіліп кетті. Бұл міндетті түрде шотты қалай ашамын, міндетті түрде ИПХ деген не, міндетті түрде комиссиялар қандай, тарифтер қандай. Бұл біздің ең көп кездесетін сұрақтарымыз. Және де әрине бізде мобильді қосымша бар болғандықтан көптеген жаңағы параллельно мысалға біздің онлайн курстарды өтіп жатса да клиенттер, онлайн курс мысалға бірден бітіп қалмайды ғой, сіз оны бір күнде өтіп тастамайсыз. Сіз оны өтуіңіз керек, және де түсінуіңіз керек, бірақ соның өзінде де клиенттер дұрыс жасайды. Олар онлайн курсты өтіп жатып, параллельно мобильді қосымшада жаймендеп көре бастайды. Кішкене мысалы, азғандай бір сумманы салып қояды да, жаймендеп тестовый өзінің сделкаларын жасай бастайды. Сол кезде туындайды сұрақтар. Мысалға айтқанда, мен бір қандай да бір қағаз сатып алғым келетін болса, мен қандай уақытта сатып алғым керекпін? Немесе қандай бағамен сатып алғым керекпін? Қалай мен қандай бағаны қойсам? Қандай уақытта мен жаңағы приказ беретін болсам, ол орындалуы мүмкін деген секілді. Негізінде логичный, негізінде өте жақсы сұрақтар қойылады. Біз барынша қолымыздан келгенше жауап береміз. Немесе сол биржаларға мысалы біз доступ ашып береміз ғой клиенттерге. Мен жаңа 5 түрлі биржаны атап өттім. Соның қайсысы тиімдірек? Мысалға ең мен жақсы көретін сұрақтарым бірі бұл осы біздің қазақстандықтардан қойылатын сұрақтардың бірі бұл былай. Бізде мысалға локалды касси биржасы бар, және де оған қарама-қарсы американдық NASDAQ пен NYSE немесе лондондық LSE секілді алпауыт биржалар бар. Олардың сұрағы, қайсысында мен инвестиция жасасам, қайсысында мен сауда-саттық жасасам, мен үшін тиімдірек болады дейді. Өте жақсы сұрақ. Мен сразу осы жерде жауап беріп кетейін ол сұраққа. Сіз егер енді бастап жатсаңыз, сізге ең жақсысы, ең тиімдісі кассиден бастаған дұрыс болады. Тіпті кассенің өзінде, касси глобал дейтін өзінің тармағы бар ғой. Ол жердің өзінде де көптеген алпауыт осы әлемдік компаниялардың барлығы, көбісі, барлығы демей ақ қояйын, көбісі сол жерде көрсетілген. Сіз тіпті кассиде отырып, халықаралық биржада торговля жасаған сияқты болуыңыз мүмкін. Сондықтан да всегда үнемі кассиден бастаған дұрысырақ болады. Комиссия жеңіл. То есть почти тегін комиссиясы.
инструменттер өте көп. Сіз білетін компаниялар. Мысалға, сіз қандай да бір iShares Gold Trust деген секілді бір индексный нелерді білмеуіңіз мүмкін, құнды қағаздарды танымауыңыз мүмкін. Ол үшін сізге интернет ақтару керек, ол үшін мүмкін қазақша информация жетпеуі мүмкін, орысша информация аз болуы мүмкін. Ол кезде сіз ағылшынша оқуыңыз керек болады. Ал Кассидегі біздің компания Қазмұнайгаз, Қазтрансойл бәрін білесіз. Олардың жағдайын білесіз. Сондықтан да Кассиден бастаған дұрысырақ болады. Ал Кассиде уже сіз опыт жинадыңыз, сізде барлығын түсінесіз. Қалай не нәрсеге қарау керек, қай кезде қандай баға қою керек, бәрін білгеннен кейін жаймендеп халықаралық рынокқа көшсеңіз, менің ойымша кез келген инвестор үшін өте тиімді болады. Осымен мен сізге жинаған сұрақтарым барлығы тәмамдеуге болады негізі. Яғни біз бүгін 5-6 сұрақтың басын не істеп ашып жауап беріп өттіңіз. Сізге көп рахмет келгеніңізге подкастымызға. Әлі де талай қонағымыз болады деп үміттенемін сізді. Яғни құрметті көрермендер және біздің Жусан Инвест компаниясының клиенттері, бүгінгі подкастта біз қойған сұрақтарым сізге ұнаса, осы видеоның форматы сізге ұнаса, комментарийге жазыңыз, лайк басыңыз. Яғни сұрақтарыңыз болса, біздің Жусан Инвест компаниясының колл орталығына тікелей Нартайдың өзіне қазір біздің WhatsApp номер қандай? Бірден айтып өтейін, 877-264-40-00. Осы айтып өткен WhatsApp номерге хабарласып, кез келген уақытта хабарлассаңыз, сізге міндетті түрде жауап береміз. Лайк басыңыздар, коммент жазыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.